Біздің ауылда бір ата болатын. Ол маска жасайтын. Оған бүкіл саудагерлер, оған бүкіл адамдар ұнайтын. Оған келген саудагерлер қызыл киімді адамға маска сұраса, маска берме дейтін. Ол жарайды дейді. Bir күні оған бір қызыл киімдегі адам келіп, ең әдемі маска бер деп сұрайды. Бірақ ол келіспейді. Қызыл киімді адам, мен саған көп ақша беремін дейді. Ойлан, мен саған мынаның бәрін бірақ бере саламын дейді. Одан кейін ұста ойланып қалып, мен бүйтіп 15 сағат күніне жұмыс жасап отырмаймын. Мен өзіме қалаған бүкіл затты ала аламын деп ойлайды да, онымен бірге келіседі. Одан кейін қызыл киімдегі адам кетіп қалады да, ол күні түні тынбай жұмыс істеп, ең керемет масканы алады, жасайды. 6 күн бойы ең керемет масканы жасайды. Біреулері бір маскасы жаман, бір маскасы жақсы болады, бірақ өзіне ұнамайды. Одан кейін қызыл маскадағы адам келеді, қызыл киімдегі адам келеді де, маскам дайын ба деп сұрайды. Одан кейін, иә, дайын дейді. Мә деп бергенде, ол ол масканы алмай, ол 6 күн жасаған масканы алмай, басқа бір масканы алады. Ол маска ұстаның беті болып шығады.